Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді бургер дайындайтын боламыз. Ең алдымен табамызға тартылған етімізді салып, оның үстіне блендерден өткізілген пияз және татымына қарай тұз бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, котлеттерімізге форма келтіреміз. Дәл осы видеодағыдай барлығын жасап шығасыздар. Міне бізде 4 дана котлеттер шықты. Енді бұны осындай арнайы грильницада пісіретін боламын. Егер сізде бұндай болмаса, табада пісіріп алсаңыздар да болады. Грильницамызды алдын ала қыздырып, шамамен 7 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің котлеттеріміз толықтай пісті. Енді бургердің нандарын осылай іш жағынан кептіріп аламыз. Енді бургерімізге қажетті құрамдардың барлығын дайындап аламыз. Соусымызды және де көкөністерімізді барлығын турап дайындап аламыз. Бургерлерімізге арналған осындай сыр қолдансаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді дәл осы видеодағыдай бургерімізді жинайтын боламыз. Ең алдымен бургеріміздің астыңғы бөлігіне бір қасықтай соусымызды жағып, оның үстіне салатын лист, әрі қарай котлеттерімізді салып, барлығын осылай видеодағыдай жинап шығасыздар. Бургеріңіздің салмасына өздеріңіз қалауыңызша басқа да көкөністерді қоссаңыздар болады. Мен мұнда тек қана бір вариантын көрсеттім. Міне біздің бургерлеріміздің барлығы дайын. Енді бұның сырты орысша айтқанда хрустящий болу үшін осындай грильницаға тағы бір қойып алдым. Сіздер духовкаға қойсаңыздар да болады. Егер де видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аякөз, келесі кездескенше.